желтоқсан күні Құрал РТС-нің бастамасымен Еуропалық одақтың мини-модель атты интерактивті ойын өткізілген болатын. На повестке дня мы будем рассматривать Европалық одақтың шағын моделі бұл студенттер үшін жаңа формат болып табылады. Талқыланған мәселелер қазіргі халықаралық қатынастардағы өзекті мәселелер болып табылады. Сонымен қатар студенттердің мүше болған елдердің тараптарын, мүдделерін ортаға салып, өз ойымен бөліскені студенттер үшін менің ойымша өте жақсы деңгей. В мероприятиях Североатлантического альянса и ЕС по оказанию военной поддержки. Биылғы жыл бір жағынан ерекше жыл, өйткені Қазақстан мен Европалық одақтың өзара дипломатиялық қатынастардың орнатуына 30 жыл болды. Сонымен қатар біздің Европалық ақпараттық орталықтың құрылуына 25 жыл болды. Жалпы айтқанда біздің орталығымыздың негізгі мақсаты ол студенттерді, жас ғалымдарды Европалық одақпен таныстыру және Қазақстан мен Европалық одақтың өзара ынтымақтастықтың әртүрлі бағыттарын көрсету. Осы шағын модельдің барысында студенттер ойын ретінде Европалық мемлекеттердің позицияларын жан-жақтан зерттеп, соны дәлелдеуге тырысады. Будем ли мы их усиливать? европейской дипломатии. Осындай шағын модельдер студенттерді аналитикалық тәжірибе береді, зерттеу тәжірибе береді. Сонымен қатар аудиторияның алдында өздерінің пікірлерін дәлелдеуге үйренеді. Сол себепті бұл осындай іс-шараларды, интерактивті ойындарды көбейткені өте жақсы. Осындай жаһандық маңызды бар мәселелерді қарастырып, студенттік белсенділікті арттырған үшін алдымен Құрал РТС-ға алғысымызды білдіреміз, және де халықаралық қатынастар кафедрасына алғысымызды білдіргіміз келеді.